Сәлеметсіздер ме? Мен есеп және аудит мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы Тоқмамбет Айнұр Серікқызы. Пән атауы экономикалық теория негіздері және де тақырыбымыз бүгінгі қаржы несие жүйесі және биржа. Жоспарымыз: несие табиғаты және қызметі, банк және оның нарықтық қатынас жүйесіндегі орны, қор және валюта биржасы. Сабақтың мақсаты студенттерге банктердің жұмысы, несие жүйесі, бағалы қағаздар нарығы жайлы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Сонымен қатар, банктік және биржалық қызметтің маңызын беретін түсіндірме терминологиялық ақпараттарды ұсыну болып табылады. Несиелік жүйе: Қазақстан Республикасының ұлттық банкі, коммерциялық банктер, маманданған қаржы несие институты. Банк түрлеріне тоқтай кетсек: коммерциялық банктер екінші деңгейдегі банктерге жатады. Олар жеке де, акционерлік те бола алады. Банк қарыз беруші мен қарыз алушының арасындағы делдалдық жасайтын, сөйтіп ақша капиталымен сауда жүргізетін мекеме болып табылады. Банктер несие саясатын жүзеге асырады. Банктік жүйе жақсы жұмыс істесе, еліміздің экономикасы алға басады деген сөз. Қаржы саласындағы терминдерге тоқтала кетсек: капитал неміс тілінен ағылшын тілінен аударғанда capital, латынша capitalis, басты мүлік болып аударылады. Кең мағынада алғанда табыс әкеле алатын нәрселердің бәрі немесе адам тіршілік әрекет барысында тауарлар, өнімдер және де тағы басқа өндіру қызметтер көрсету үшін жасалған ресурстар болып табылады. Қаржы саласындағы терминдерге тағы да тоқтала кетсек: лицензия, акционер, инфляция, құнсыздану, яғни девальвация. Инфляцияға тоқтала кетсек, латын тілінен аударғанда inflation, желбуаз, айналыстағы қағаз ақшаның құнсыздануы дегенді білдіреді. Несиелендіру процесіндегі екі жақ қызмет етеді. Яғни бірінші жақ ол кредитор, несие беруші жақ, келесі жақ ол дебитор, несие алушы жақ. Несиелендіру принциптері: бірінші, қауырттық несие, яғни белгілі бір мерзімге берілетін несие. Қайтарымдылық несие, қайтару келісімімен берілетін несие түрі. Үшінші түрі ол төлемділік, яғни кредитор несиеге пайыз есебінде кіріс алады. Несиелер қысқа мерзімді, яғни несие 1 жылға дейінгі аралықта беріледі. Екіншісі орта мерзімді несие, яғни 1 немесе 3 жыл аралығында беріледі. Ұзақ мерзімді несие 3 жылдан жоғарғы уақытқа беріледі. Биржа. Биржа латын тілінен аударғанда борса, әмиян. Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы негізінде тауарларды, құнды қағаздарды, сондай-ақ жұмыс күшін көтерме бағамен сатуды ұйымдастыру түрі болып табылады. Тауар биржасы. Тауар биржасы сапасы жағынан қалыптасқан, стандартқа толықтай сай келетін, белгілі бір тауарларды сатып алу мен сату үшін ұйымдасқан, нарықты қамтамасыз етуші саудагерлер ассоциациясы бойынша болып табылады. Қор биржасы. Қор биржасында жергілікті үкімет органдары мен мемлекеттік емес компаниялар шығаратын құнды қағаздар жөнінде мәмілелер жүргізіледі. Қор биржасында жасалатын мәмілелер кассалық және мерзімдік болып бөлінеді. Валюта биржасы. Валюта биржасы валюталық операцияларды шоғырландыратын, валюта нарықтарын қалыптастырып, оның өзара байланысы мен динамикасын қамтамасыз ететін халықаралық валюталық қаржылық қарым-қатынастардың құрамдас бөлігі болып табылады. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.